Бүгінгі сабағымыз Қытай тілінің пейін жүйесінің ішіндегі тондарды үйренеміз. Бұнда біз тондарды дұрыс айтуды үйренеміз. Тон дегеніміз не? Әуел соған тоқталайық. Тон Қытай тіліндегі буынның айтылу кезіндегі дыбыс ырғағының өзгеруіне қаратылған. Немесе дыбыс әуенінің өзгеруіне қаратылған. Әрбір буын белгілі бір тонмен айтылады, және сол тонның өзгеруімен сөздің мағынасы да өзгереді. Бұл Қытай тілінің бір басты ерекшелігі. Тон өзгерсе, немесе ырғақ өзгерсе, сөздің мағынасы өзгеріп кетеді. Ал бұнда Қытай тілінде 4 тон бар. Олар бірінші тон, екінші тон, үшінші тон, төртінші тон деп аталады. Бірінші тонымыз жоғары дауыс, жоғарыда тұрады, тұрақты болады. Бұнда ұзақ, жоғары, созылып айтылады. Бұның белгісі бір түзу сызық. Экранда көрсетілгендей қызыл сызық, қою қызыл сызық сол бірінші тон. Ал осыған біз мысал келтірейік. Мысалға біз дауысты дыбыс А деген дауысты дыбысты үйренгенбіз. А деген дауысты дыбысты. Енді осы тонды қосып айтайық. А созылып айтылады. Бір деңгейде бірақ. А. Екінші дыбысымыз. Екінші тон. Ол төменнен жоғарыға қарай көтеріледі. Төменнен жоғарыға қарай көтерілетін ырғақ. Бұның белгісі сызық, төменнен жоғары қарай сызылған қисық сызық. Осыған А деген дауысты дыбысқа осы ырғақты қосайық. Бұнда А төменнен жоғары қарай. Бұл екінші тон. Бұл біздің тілімізде сұрақ сияқты. Солай ма? Дейміз ғой. Солай ма? Дегендегі ма. Екінші тон. Ал үшінші тонымыз. Бұл алдымен төмендеп алып, одан көтеріледі. Төмен дегенде қысқа түсіп, қайта көтеріледі. Мысалға бағанағы және де А деген дауысты дыбысталайық. А деп айтамыз. Бұның белгісі біздің тура деген белгіге ұқсап қалады. Мына үшінші орында тұрған белгі сол қызыл түсті. Үшінші белгі. Бұны біз үшінші тон дейміз. Ал төртінші тонымыз жоғарыдан төменге қарай түсетін ырғақ. Бұл бұйрық, ренішті көбінде солай білдіреді. Ал осыған жаңағы мысалды келтірейік. А деген дауысты дыбыс. Бұны айтқанда А деп айтамыз. А. Жаңағы 4 дыбысты қайта айтайық. Бірінші дыбыс А. Екіншісі А. Үшіншісі А. Төртіншісі А. Қайталайын. А. Енді біз дауыссыз дыбыс М деген дауыссыз дыбысты үйренгенбіз. Осыған аны қосып, ма деген буынға осы 4 тонды қосып шығайық. Ма деген бұл буынға бірінші тонды қосқанда ма ұзақ айтылады. Ма. Бұның мағынасы ана деген мағына. Екінші тонды қосайық. Өрге қарай көтерілетін. Ма. Бұл біздің тілімізде қарасора деген мағынаны білдіретін иероглиф. Ма. Екінші тон. Ал үшінші тонды қосайық. Үшінші тонымыз түсіп қайта көтерілетін тон. Ма. Бұл
жылқы деген мағынаны білдіреді. Ал төртінші тонды көрейік. Төртінші тонымыз ма деп оқылады. Ма. Бұл Қытай тілінде ұрысу деген мағынаны білдіреді. Көріп отырғанымыздай, Қытай тілінде осындай буындардың, дыбыстардың тондары өзгерсе, ырғағы өзгерсе, мағынасы түбегейлі өзгереді екен. Бұл Қытай тілінің басты ерекшелігі. Сондықтан тонды сөзсіз дұрыс жақсы үйренуіміз керек. Болмаса сіздің мен айтып жатқаныңызды басқалар түсінбей қалады. Ма деген дыбысты дұрыс дыбыстаған күннің өзінде тонын дұрыс айта алмасақ, онда басқалар түсінбейді сөзімізді. Сіз ұрсып жатырсыз ба? Ма деген сөзді айтып жатырсыз ба? Ана дегендегі ма деген сөзді айтып жатырсыз ба? Жоқ әлде қара сұра дегендегі маны айтып жатырсыз ба? Болмаса жылқы дегендегі маны айтып жатырсыз ба? Білмей қалады. Онда төртеуін қайта оқып шығайық. Ма, 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 ма. Ешқандай қиындығы жоқ. Көбірек жаттықсақ үйреніп кетеміз. Қайталаймыз. Бірінші дыбыс ма, бірінші тон ма, екінші тон ма, үшінші тон ма, төртінші тон ма. Ал жақсы. Енді біз осы тондарды еске сақтаудың және бір әдісін көрсетейін. Қолмен көрсету әдісі, қимылмен. Бірінші тонды біз мысалға жоғарыда тұрады дедік. Біз оны жоғары деңгейде тұрады. Өзгертпей айтамыз. Бағанағы маны айтайық. Ма. Осылай өзгермейді қолымыз. Бастан ақыр жоғары деңгейде. Ма. Үстіп көрсетеміз. Жоғары деңгейде тұрады. Ал екінші тон төменнен жоғарыға көтеріледі. Ал төменіміз мұнда десек, төменде тұр, жоғарыға көтерілеміз. Ма. Төменнен жоғарыға. Ма. Үшінші тон жоғары тұрады. Жоғары деңгейде тұрады да, содан кейін төмендеп қайта көтеріледі. Жоғары деңгейде тұрамыз, төмендейміз. Ма. Ал төртінші тон жоғары деңгейде тұрады да, түсіре сұрамыз. Ма. Өте тез. Ма. Міне осы төрт тонды қолмен үйрену әдісін, қолмен қимылмен көрсету әдісін біліп алсаңыздар да, естеріңізге жақсы сақтай аласыздар. Енді өз тілімізде қандай ырғақпен салыстырамыз? Бұнда үшінші тонды, үшінші тон мен бірінші тонды негізі салыстыра алмаймыз. Енді екінші тон біздегі сұрақ формасында не дейміз ғой? Не? Осылай біліп алсақ болады. Жоғарыға көтерілетін дыбыс не? Ал төртінші тон жоқ дейміз ғой. Болмайды, жоқ дегендегі төмен қарай түсетін дыбыс. Осылай үйреніп алсақ болады. Ал бірінші тонымыз жоғары тек түзу ғана айтылады ғой. Мәселенға біз және де бағана ана дегендегі ма. Ма бірінші тон. Екінші тон ма өрге қарай кетеді. Бірінші тон ма, екінші тон өрге қарай ма, үшінші тон өрде тұрады ма, өрде тұрады да ма, дегенде көтеріледі. Төртінші тон жоғарыда тұрады да ма дей саламыз. Осылай біліп аламыз. Ал практикалық жаттығуларды көрейік. Төрт тонмен айтып көрейік. Мысалға, мына буын. Бо деген біз дауыссыз дыбыс үйренгенбіз. Осымен аны қосқанда бо, а, па болады. Осыны айтайық. Па деген дыбысты көрейік. Бірінші тон. Па, 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 па. Мен ретін айтпайын. Өздеріңіз естісеңіздер біліп аласыздар. Міне төртеу ой, төрт түрлі. Па, па, па. Үш рет айттым бірінші тонды. Па, па, па,
рет айттым. Үшінші тон енді. Па. Төртінші тон. Па. Ал екінші Т деген дауысты дыбысқа аны қосайық. Та деген дыбыс. Ал онда бірінші тонды қосып айтсақ та болады. Екінші тонымыз та. Үшінші тонымыз та. Ал н деген ерекшелікке иді қоссақ ни болады. Ни, осыны айтайық. Бірінші тон ни. Екінші тон ни. Үшінші тон ни. Төртінші тон ни. Ал жарайды, біз осы үш буынға алдымен бәріне бірінші тонды қосып айтып шығайын, естіңіздер, па, та, ни. Екінші тонды қосамыз. Па, та, ни. Үшінші тонды қосамыз. Па, та, ни. Төртінші тонды қосамыз. Па, та, ни. Осылай тондарды үйде көбірек жаттығыңыздар, видеоны қайта көріп шығып. Онда бүгін біз сабағымызды қорытындасақ, Қытай тілінде әр буынның тоны мағынаға тікелей әсер ететінін білдік. Бірінші рет осыны білдік. Екінші рет 4 негізгі тонның ырғақ бағытын жаттап алуымыз керек. Бұл Қытай тілін дұрыс сөйлеудің негізі болады. Өз сөзімізді елге ұғындырудың да негізі. Ал практикалық жүзінде қол қимылмен үйрену бізге өте тиімді болады. Онда келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.